Қазіргі техника мен технологиялар дамыған заманда жаңашылдықтардың артықшылығымен қатар кем тұстары да көрініп жатады. Әсіресе көлік құралдарының көбеюі жол-көлік оқиғаларының ұлғаюына әкеліп соғуда. Бұл өз кезегінде мемлекеттің басты байлығы адам өміріне қауіп төндіріп отыр. Осы ретте Алакөл аудандық прокуратурасының ұйытқы болуымен жүргізушілер арасында жол жүру ережелерін сақтау, жылдамдықты асырма бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, апатты жағдайлардың алдын алу мақсатында тиісті шаралар қабылдануда. Алакөл аудандық прокуратурасынан Алмасов Мұрат. Қазір бізде Алакөл аудандық полиция бөлімімен бірге шара ұйымдастырылып отыр. Жерде басты мақсат сіздердің жол көлік оқиғаларын, қағидаларын қатаң сақтау, масаң күйде көлікке отырмау. Өйткені біздің ауданымызда қазір өте күрт өскен, көбеюде, адамдар өліміне әкеп соғуда. Естеріңізде сақтаңыз, жол көлік оқиғасын қатаң сақтау қажет, масаң күйде отыруға болмайды. Оған қатысты әкімшілік және қылмыстық жауапкершіліктер көзделген. Кейінгі кездегі жаңалықтарға құлақ түре қалсаңыз, жол көлік оқиғаларының жиілеп, соңы өліммен аяқталатындары көбеюде. Бұл өз кезегінде осы бағытта атқарылар жұмыстарды кейінге шегеруге болмайтындығын дәлелдеп отыр. Прокуратура тарапынан қолға алынған жұмыстар ең алдымен тұрғындардың қауіпсіздігі мен апатты жағдайларды болдырмауды көздеп отыр. Ағымдағы жылдың аудан аумағында көлік оқиғаларының өсімі байқалады. Мәселе ағымдағы жылдың өткен мерзімде жол көлік оқиғасының 45 дерегі тіркеліп, жол көлік оқиғаларының салдарынан 12 адам қайтыс болған. 29 адам әртүрлі деңгейдегі дене жарақаттарын алған. Жол көлік оқиғаларының көпшілігі автокөліктердің ақаулығынан емес, жүргізушілердің жол жүру ережелерін бұзуынан орын алуда. Әсіресе алкогольдік масаң күйде көлік құралдарын басқарумен жасалатын жол көлік оқиғалары ағымдағы жылы күрт өскен. Сол себепті өзіңізге және жақындарыңызға зиян тигізбеңіз. Жол көлік оқиғаларын болдырмау жүргізушілердің сіздердің қолдарыңызда. Алкогольдік масаң күйде көлік құралдарын басқару әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік алып келетінін ескертемін. Жылдамдық мақтануға емес, соңы апатқа алып келер жау екендігін түсінген абзал. Сондай-ақ жол үстінде көлік жүргізушілері мен жаяу жүргіншілер де ережелерді сақтап, талаптарды орындаса игі еді. Сіздердің амандықтарыңыз ең алдымен өз қолдарыңызда екенін ұмытпаңыздар. Құрметті аудан тұрғындары мен қонақтары, жолдарда абай болыңыз. Масаң күйде көлік басқару ол қылмыс. Жол ережелерін қатаң сақтаңыздар.